Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін бізде қазір өсімдік, балық, ара және құс шаруашылығы өнімдерінің ветеринариялық санитариялық сараптау пәнінің 10-шы дәрісі. Тақырыптың атауы бұршақ тұқымдастарын сақтау кезінде аурулармен күрес шаралары және санитариялық бағалау. Дәріс жоспары: бұршақ тұқымдастар аурулары себептері мен аурулары. Екінші, дәнді бұршақ дақылдарын аурулардан қорғау шараларын жүйесі. Мен көріп тұрғандай студенттер, әдебиеттер көрсетілген. Тағы да қосымша мәлімет алып қараймын деген студент болса, осы әдебиеттерден іздеп табуыңызға болады. Қазақстанда дәнді бұршақ дақылдарынан ас бұршақты, май бұршақты, қой бұршақты және чинаны, ал көп жылдық бұршақ тұқымдастары жем-шөптік дақылдарынан жоңышқаны және сиыр жоңышқаны өндіреді. Персоноспороз аурудың қоздырғышы пероноспора туысының саңырауқұлақтары. Бұл саңырауқұлақтар арнайы бейімделген өсімдіктерді залалдайды. Тат ауруы ас бұршақ пен чинада тат ауруының қоздырғышы уромикес саңырауқұлақтары. Өсімдік гүлдей бастағанда ауру білініп жапырақтары, сабақта, бұршаққапта ірі ашық қоңыр уродинилер пайда болады. Уридиния споралары бір клеткалы дөңгелек шүйілді болып шығады екен. Уринидилердің орнында кейін қара қоңыр тели бөртпелер түзеледі. Телисоспоралары бір клеткалы, қоңырға ұсақ, шүйілді, пішіні эллипсис немесе жұмыртқа тәрізді. Бір өнгіш санылы түссіз қысқа сабақта орналасқан. Эци кезіне сүттеген түрлерінде өтіп, оның жапырағында спермагоний мен эпцейлер түзеледі. Эциоспоралар ас бұршақ пен чинаны залалдайды. Саңырауқұлақ уридиний споралары ал сүттеген жем шөміні қыстайды. Вегетация кезінде саңырауқұлақ конидияларымен таралып, ал қоспалары залалданған ұлпа ішінде түзеледі. Конидия тасушылары хдихтомиялы бұтақталған қоңыр күлгін түсті, конидиялары домалақ немесе сопақша, сарғыш, кейде түссіз көлемі болады. Оспоралары домалақ, шар тәрізді, қосқабатты, сарғыш түсті болып келеді. Саңырауқұлақтың дамуына қолайлы жағдай 15-26 градуста температурада және жоғары ауа ылғалдың су тамшысы болып саналады. Инфекция су тамшысы. Инфекция қоры өсімдік қалдықтарында қостайтын оспоралар. Жоңышқа таты, ржавчина люцерна деп аталады. Белгісі ауру жапырақта, сабақта және бұршақта қоңыр ұнтақталған бөртпе түрінде білінеді. Ауру қатты дамығанда бөртпелер қосылып, жапырақ бетінде едәуір бөлігін алады. Саңырауқұлақтың уридиний кезінде жаз бойы дамып бірнеше ұрпақ береді. Жаздың соңында жапырақ үстінде қара қоңыр түсті ұнталған ірі тели бөртпелер жарылған эпидермис астында көрінеді. Өсімдік бұршақтанған кезде ауру қатты дамып, түзелетін тұқымның саны мен сапасы кемейді. Ауру қоздырғыштар әртүрлі иісі, толық циклі дамитын паразит. Уридиний споралары бір клеткалы, пішіні шар тәрізді, түсі ашық қоңыр, қабығы бұдырлы, көлемі 18-22 микрометрге дейін 4 өнгіш сарналауының бар. Телеспоралары домалақтау, кейде эллипс тәрізді, түссіз қысқа сабаққа орналасқан бір клеткалы, қабығы аяқтың төбесінде өнгіш санылаулары болады. Қоздырғыштың аралық иесі сүттегін. Инфекцияның сақталу қоры мен таралу жолдары. Телеоспоралары мен уридиний жіпшелері өсімділік қалдықтарында, ал сүттегінде эци шіпшелері қыстайды. Ауруға әсер ететін факторлар ұзаққа созылған қыс пен салқын көктем және жаздағы жиі жаңбыр аурудың дамуына әсерін туғызатын болып шағылады. Бұршақ асқорхитозы немесе теңбілдену. Асқорхитоз гороха дейді.
белгісі өсімдіктің жапырағы, сабағы, бұршақ қабы залалданып, оларда дөңгелек немесе бұрыс пішінді шектелген түсі қара қоңыр, ортасы қаралау дақтар түзеледі. Пикнидалар шар тәрізді, түсі ашық қоңырдан, көлемі 150-ден 200 микромиллиметрге дейін үлкен дақтарда ғана пайда болады. Пиноспоралар ұзынша, бастары жұмырлау, бір перделі 10-24 микрометрге дейін болады. Залалданған сабақта ойық жаралар болуы мүмкін. Кеселенген жас өскен қарапайым оның тамыр мойыны шіриді. Инфекцияның сақталу қоры мен таралу жолдары. Инфекция қоры тұқым мен өсімдік қалдықтарында жіпшымақ пикнида, псевдотеци, хламида споры түрінде қыстайды. Соңғысы топырақта 3-4 жылға дейін сақталады. Ауруға әсер ететін факторлар, яғни асқахитоз ауруы дәлелденбеген тұқымдарды пайдаланғанда, сонымен қатар жаңбырлы ауа райы және 20-25 градус температурада қарқынды дамып, жетілген пикноспоралар жауын тамшысымен желмен сау өсімдіктерге тарайды. Қазақстанда кең тараған Қытай бұршақ ауру деріне жапырақтың бактериялық күйігі жатады. Онымен күресу үшін егісті уақытылы суару керек. Тұқым 80% препаратымен өңделеді. Ол үшін жапырақтан тататын қоңыр дақтауы, септариоз, жалған ақ ұнтақ ауру және жапырақтың құрғақ ірі сүр дақтануы ауруларына қарсы күресті агротехникалық шараларды уақытылы әрі сапалы жүргізуде бастайды. Ал вирусты мозаика аурумен күрес негізінен егісті ауруденген өсімдіктерден тазартуға басталады. Дәнді бұршақ дақылдарын аурулардан қорғау шараларын жүйесі. Дәнді бұршақ дақылдарын аурулардан қорғау жан-жақты шаралары негізделген. Өсімдіктің ауруларға төзімді сорттарын енгізіп, жоғарғы агротехниканы сақтау. Ауруға төзімділікті арттыру үшін фосфор, калий тыңайтқыштарын үстіне енгізу. Топырақтағы инфекция қорын төмендету үшін белгілі аймаққа ұсынылған ауыспалы егістікке сақтап, дәнді бұршақтарға қолайлы алғы дақылдар, картоп, көкөніс, қызылша және астық дақылдарын отырғызу. Тұқымдық егісті тауарлықтан алшақ ету, тұқымды сау өсімдіктен жинап, тазартып іріктеу, себер алдында тұқымды 50% фунзол 2-3 килограммын қарастырылады. Тұқымдық себу мөлшерін және тереңдігін сақтап, мерзімде егу. Вегетация кезінде аурулардың алғашқы белгісі біліне бастағанда, өсімдікті тізімге сәйкес фунгицидтермен бүркіту. Вирус қорын жинақтаушы арам шөптермен және қоздырушы тасымалдаушы насекомдармен үнемі күресу. Өнімді қысқа мерзімде жинап, егісті өсімдік қалдығының тазартып, жою, патоген қорын төмендету үшін терең сүдігер жырту. Көп жылдық бұршақ шөптерін аурулардан қорғау жүйесі, азықтық шөптерді аурулардан қорғау жүйесінде шаршылықты ұйымдастыру және агротехник шаралар негізіне орын алады. Міне студенттер өздеріңіз көріп отқандай, біздер енді тек қана мал шаруашылығы емес, өсімдік шаруашылығын да білуіміз қажет, себебі азықты зақымданбағанын, қандай аурумен зақымданғанын білу керекпіз. Сондықтан осындай материалды қарастырып өтеміз. Дәрісіміз міне аяқталып келді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.